Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін біз балалардың сүйікті мультфильмдерінің бірі Маша мен Аю жайлы қорқынышты ащы шындықтарды бірге ашатын боламыз. Бұл хикаялар сізді елең еткізері анық. Және де Маша Медведьтің ата-аналары қайда, оны тастап кетті ме? Сол сұраққа да бүгін мен жауап беретін боламын. Видео басталмастан бұрын қолдау ретінде міндетті түрде арнаға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны шертіп, бұл видеоны достарыңызға да таратыңыздар. және де менің екінші арнам Мереке атты YouTube арнама да тіркеліп кетіңіздер. Ол жақта да қорқынышты деректерді де видеоларға салатын боламын. Ал ендеше мен бастаймын. Бәрімізге таныс Маша кішкентай қызық құмар қыз, ал Аю оның ең жақын досы. Бірақ осы мейірімді көріністердің артында не жатыр? Кейбір деректерге сәйкес бұл мультфильмнің негізгі идеясы шындыққа жақын. Мультфильм авторларының айтуынша, Маша жоғалған бала. Ол орманға қашып өз ата-анасынан бөлініп қалған. Ата-анасы ұзақ уақыт бойы Машаны іздеп таба алмаған. Маша орманда жалғыз қалып, тірі қалу үшін әртүрлі айла-тәсілдерді үйренген. Ал Аю орманның тұрғыны. Оны кездейсоқ тауып алған. Мультфильмнің әрбір сериясы Машаның шынайы өміріндегі қорқынышты оқиғаларға негізделген деген аңыз бар. Бұл аңыздардың қаншалықты шындық екенін анықтау қиын, бірақ мультфильмде көрсетілген кейбір көріністер шындыққа жанасатын секілді. Мысалы, Машаның үнемі ормандағы түрлі қауіпті жағдайларға тап болатындығы, немесе Аюдың оған әрдайым көмектесуге тырысатындығы. Сонымен қатар, Маша мен Аюдың ата-аналары қайда? Кейбір теориялар бойынша Маша орманда жоғалған. Оның ата-аналары оны іздеуді тоқтатпаған, бірақ оларды табу мүмкін болмаған. Бәлкім олар да сол орманда қаза тапқан шығар. Басқа теориялар бойынша, ата-аналары Машаны іздеу барысында орманның терең түкпіріне кіріп кеткен және сол жерде қалуға мәжбүр болған. Ал енді, бұл аңыздарды ескеріп, мультфильмнің кейбір қызықты және қорқынышты тұстарын қарастырайық. Бір қызықты дерек: Машаның Аюмен кездескеннен кейінгі мінез-құлқы, ол ормандағы түрлі жағдайларға тез бейімделіп, өмір сүрудің жаңа тәсілдерін үйренген. Бұл оның шын өмірде де тірі қалу үшін күрескенін көрсетеді ме? Мүмкін. Тағы бір назар аударарлық жайт: Машаның әрдайым жаңа шытырман оқиғаларға тап болуы және әртүрлі қауіптерден құтылу қабілеті. Бұл мультфильмнің балаларға арналған анық, бірақ осы әрекеттердің артында Машаның нақты өмірде бастан кешкен қиыншылықтары жатыр ма деген ой келеді. Маша мен Аюдың ормандағы әртүрлі тіршілік иелерімен кездесулері де өте қызықты. Мысалы, ормандағы басқа жануарлар мен құстардың әрекеттері мен Маша мен қарым-қатынастары да белгілі бір мағынаны береді. Бұл бәрі де Машаның басынан өткен шынайы оқиғаларды символикалық түрде көрсетеді ме екен? Сіздер білесіздер ме, Машаның үйіне оралуын көрген емеспіз. Кейбір зерттеушілер бұл мультфильмде Машаның үйіне оралу мүмкіндігін жоқ екенін айтуда. Ол орманның терең түкпірінде тұрып, шынайы өмірде жоғалып кеткен балалардың символы болуы мүмкін деген теория бар. Мультфильмнің бір сериясында Машаның ертегілер кітабын оқып отырғанын көреміз. Ол кітаптың беттерінде белгісіз және қорқынышты суреттер бар. Олар Машаның санасында қалған естеліктерді көрсететіндей әсер қалдырады. Кітаптағы суреттер Машаның өткен өмірінен жоғалып кеткенге дейінгі естеліктерінен алынған деген пікір бар. Кейбір көрермендер мультфильмнің әрбір сериясында жасырын белгілер мен хабарламаларды байқаған. Олар мультфильм авторларының балалардың жоғалу мәселесіне назар аударту мақсатында осындай жасырын мағыналарды қосқанына сенімді. Маша әрдайым шытырман оқиғаларға тап болған кезде, бұл оның шынайы өмірде бастан кешкен қиыншылықтарын көрсететінін білдіреді. Сонымен қатар, Машаның өзі ата-анасын ешқашан еске алмауы да таңқаларлық. Бұл оның өткен өмірінің толық жойылғанынан немесе оны ұмытуға мәжбүр болғанын білдіруі мүмкін. Ол орманда жаңа өмір бастауға тырысып, барлық ескі естеліктерін өшіруге тырысқандай. Егер бұл теориялар шындыққа жанасатын болса, онда Маша мен Аюдың әрбір сериясы бізге шындықтың бір бөлігін көрсетіп тұр. Мультфильмнің қарапайым көріністері артында жасырылған қорқынышты тарих бізді елең еткізеді. Ал енді мен сіздерге Маша Медведь мультфильмнен алынған қорқынышты оқиғаны айтып берейін. Маша мен Аюдың ертегісі бәрімізге таныс, алайда бұл ертегінің басқа бір қорқынышты нұсқасы бар екенін білетіндер аз. Бір күні Маша орманға серуендеуге шықты, бірақ ол жолдан адасып, бұрын-соңды көрмеген қалың орманға кіріп кетеді. Сол жақта бір үйді тап болады. Маша үйдің ішіне кіріп, айналасына қарайды. Ішінде ескі жиһаздар, сынған терезелер және көне ойыншықтар шашылып жатыр еді. Ол бір кезде бөлменің бұрышында тұрған үлкен сандықты көрді. Маша оны ашып көрмек болды, бірақ сандықтың ішінен айқайлаған дауыс шығады. Қорыққан Маша артқа шегініп есікті таба алмай қалды. Сол сәтте бөлмеде тұрған айнадан әлде бір көлеңке көрінеді. Ол көлеңке Машаның бейнесіне ұқсас еді, бірақ көзі қызыл, беті бозарып кеткен. Маша айнаға жақындап көлеңкемен бетпе-бет кездесті. Көлеңке оған жақындап сыбырлап сөйлей бастады. Сен бізге қосылуға дайынсың ба?
Маша қатты қорқып айнадан қашпақ болды, бірақ айнадағы көлеңке оны ұстап қалды. Сол сәтте Маша айнаға тартыла бастады. Ол айқайлап көмек сұрауға тырысты, бірақ айналасында ешкім жоқ еді. Ал достар, осылайша Маша Медведь жайлы қорқынышты ащы шындықпен және оның ата-аналары қайда кеткен туралы сіздерге айтып бердім деп ойлаймын. Егер сіз осы қорқынышты аңыздар мен теориялар жайлы көбірек білгіңіз келсе, міндетті түрде біздің арнаға жазылыңыз және жаңа бейнелерді жіберіп алмаңыз. Мүмкін келесі бейнеде біз тағы да қызықты және қорқынышты деректерді ашармыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін көп рахмет. Келесі бейнемізде Маша мен Аю мультфильмінің тағы да бір құпиясын ашуды жоспарлап отырмыз. Егер бұл видео сізге ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Ал егер сізді қызықтыратын басқа қорқынышты тақырыптар болса, оларды да бізге айтуды ұмытпаңыздар. Егер де сіздер Маша Медведьтің ащы шындығы туралы екінші бөлімін күтетін болсаңыздар, онда бұл видео 20 000 қаралым жинайтын болса, мен келесі жолы айтып беретін боламын. Ал енді достар, сіздермен бірге болған мен Ереке YouTube арнасы. Сонымен келесі бейнеде кездескенше аман сау болыңыздар.